Америкалық мұсылмандар Нью-Йорктегі әйгілі Таймс-сквер алаңында өткен ауызашарға жиналды. Таймс-сквер алаңында мыңға жуық адам Рамазан айының алғашқы күніндегі жалпы ауызашар жайлы ақпар әлеуметтік желілерде таралған болатын. Тіпті көршілес Канаданың Монреаль қаласына мұсылмандар келген. Ауызашарға 1000 жуық ас таратылған. Артынан жиналған жамағат тараух намазын оқыды. Тарихи оқиға Таймс-сквер алаңында алғаш рет жаппай намаз оқылды. Ауызашар ұйымдастырушылары ислам бейбітшілік діні екенін көрсеткіміз келеді дейді. Әлемнің назарын аудару үшін ақштың ең әйгілі жерлерінің бірін таңдаған. Таймс-сквердің ресми емес атауы әлем қиылысуы, ұлы ақ жол. Күнделікті осы жерде 330 мыңға жуық жаяу жүргінші өтеді. Күнде бір Қызылордан халқы өтеді сонда. Рамазан айы сәуірдің 2-сі басталып, мамырдың 1-не дейін жалғасады. Қадір түні 27-сінен 28-не қараған түні. Қасиетті айда ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын ағайын. Ал ақпараттың толық нұсқасы